Келесі жұмыс пайкамен жұмыс. Паяльникті қыздырып аламыз. Мынандай кислотаға боласыздар. Паяльная кислота. Бұнсыз жабыспайды. Мына жерге кішкене тамыз боласыз керек. Мына проволока үзіліп қалды дейік. Бір-біріне орайсыз. Ораған кезде қылдарын бір-біріне кигізіп осылай. Сонда мықты болады. Ораймыз. Бұның бәрі кіргір. Внимание не обращайте. Мына жеріне кислота жағып аламыз. Припой керек болады. Міне осындай. Кеттік. Пайкалаймыз. Мынаның басын таза болу керек, мынаның басы. Паяльниктің басы. Құямыз. Құйдық. Міне, әдемі жатты. Үзілмейді енді. Қазір тартып көрем. Міне, үзілмейді. Мықты болды. Қазір термоусат кигіземіз. Әдемілеп пайкалап алдық. Термоусатка деген мынандай болады ғой. Кигіземіз. Басында кигізіп алсаңыз да болады. Кигіз қойдыңыз ба, итересіз. Зажигалкамен болмаса фенмен қыздырасыз. Көк қатты емес, міне, болды. Шешілмейді. Сыртынан изолентпен орап тастайсыз керек болса. Болды, пайкамен жұмыс осымен аяқталды. Ең бастысы кислотамен обязательно пайкалау керек. Кислотасыз пайкаленбейді. Болмаса флюс. Паяльниктің сабағы бітті. Предохранитель не үшін керек? Предохранитель замыкание болған кезде мынаның ішіндегі қыл жанып кетеді. Ішіндегі қыл. Аз көрсетем. Міне, көрдіңіз ба? Қазір замыкание бар. Плюс пен минус. Жанып кетті, болды. Жоқ. Мынаның қылын қарасаңыздар, үзіліп қалды. Енді предохранительдің орнына сым салатындар болады. Соны көрсетем қазір. Кейбір адамдар предохранительге мына секілді сым орайды. Міне, бүйтіп сым орайды. Сым ораған кезде не болатынын көрсетем қазір. Сым орайды. Ескі машинадағы тиынтық қоятын бар. Замыкание болған кезде қазір не болатынын көресіздер. Мынау машинаның проводкасы деп есептеңіз. Касаның ішінде тұр. Міне, замыкать етем. Не болып жатыр? Пажар басталды. Пажар. Міне. Машинаңыз өсіп өртенеді. 4-ақ минут жанады, 3-ақ минут жанады машина. Міне. Проводка не болып кетті? Замыкание, предохранитель сол үшін керек. Қай жерде қандай предохранитель тұру керектігін орнына каждыйын салу керек. 15 па, 15 ампер, 15 салу керек. 15-дің орнына 30 тоғуға болмайды. 30-дің орнына 7,5 тоғуға болмайды. 7,5-ның орнына 25 тоғуға болмайды. 7,5 тұрма, 7,5 тығасыздар. Мына секілді пажар болмас үшін.